Bismillahi Rahmani Rahim. İdgam mutakaribeyn. İdgam mutakaribeyn. İdgam el-mutakaribeyn. Бұл екі бір-біріне жақын әріптің идғам болуы. Қысқаша айтқанда, мутақарибейн екі жақын әріп деген сөз. Қазір айтамыз біз. Бұл тікелей кәдімгі тілдегі мағынасы. Екі жақын әріптің идғамы. Махражы, жазыңыздар. Махражы және сипаты өзара жақын біріншісі сүкунды, екіншісі әрекетті екі әріп кездескенде сүкундісі әрекеттінің ішіне идғам етіліп оқылады. Немесе ішіне енгізіліп оқылады. Идғамды біз талай мәрте түсіндірдік. Бір әріптің сүкундісі әрекеттінің ішіне енгізіліп оқылады. Идғаммен оқылады. Демек, махраждары бір емес. Сипаттары бір емес, бірақ өзара жақын. Яғни, махражы бір-біріне жақын, және сипаттары бір-біріне жақын. Екі, яғни бір-біріне жақын әріп. Екеуі кездесті. Біреуі, біріншісі сүкунды, екіншісі әрекетті. Сүкунды әрекеттінің ішіне енгізіліп, идғам болып, шәддамен оқылады. Бұл екі махражға ғана қатысты. Екі махражға ғана қатысты. Біріншісі, жазыңыздар, біріншісі ләм мен ро. Құл рабби. Бәл рафаахуллах. Біріншісі ләм мен роға қатысты. Яғни ләм мен роның махражы бір-біріне жақын. Екеуі де тілдің ұшына қатысты. Екеуі де үстіңгі күрек түстердің қызыл етіне тиеді. Бірақ айырмашылығы бар, бір-біріне жақын. Сипаттары тағы да. Екеуі де истифәлі, екеуі де мутавассита, екеуі де бізде жахыр ма? Жахыр екеуі де. Сипаттары да өзара бір-біріне жақын. Айырмашылықтар бар, мынада такрар бар, мынада такрар жоқ деген секілді. Инхираф екеуі де мысал үшін сипаттарынан. Сипаттары бір-біріне жалпы жақын. Бір әріп емес бірақ. Осы бірінші жағдай. Ләм мен ро. Ләм, міне, екеуі кездесті, бірінші сүкунды, екіншісі әрекетті. Ләм, сүкунды, ро әрекетті. Не істейміз? Мынау ләм толығымен роның ішіне еніп кетеді. Құл рабби болмайды,
Құр Рабби болады. Құн Рабби ва құн Рабби зидни илма деп дұға қыламыз. Мысалы, Таха сүресіне кезеді, басқа жерлерде кезеді. Демек, ләм роның ішіне толығымен еніп кетеді. Сол секілді бәл рафаахулла. Бұл бәл рафаахулла, бірақ біз идғам мутақарибайн жасаймыз. Бән рафаахулла болады. Бән рафаахулла, яғни ра шәддәлі болады да, ләм толығымен роның ішіне еніп кетеді, идғам болып кетеді. Ләм жоқ секілді болып кетеді. Бұл бірінші жағдай. Ләм мен роның махражына. Демек, бұл идғам бізде идғам мутақарибайн. Идғам мутақарибайн. Екіншісі қоф және кәф. Айтамаймыз. Ол нонға қатысты. Екінші жағдай. Құранда әлем нахлуккум деген бар. Солай ма? Нахлуккум. Қаф кәфқа келді. Қаф пен кәфтің екеуінің махраждары бір-біріне жақын. Қаф тілдің ең жоғарғы нүктесімен сонысында таңдайдан шығады. Кәф соның сәл бер жағынан шығады. Ұзақ емес, жақын. Махраждары тағы да бір-біріне жақын. Сипаттары тағы да бір-біріне жақын. Сипаттары. Солай ма? Әжейді, қаттайын бәкәт, екеуі де шидда. Солай ма? Бірақ біреуі жахар, біреуі хамс. Екеуі де шидда. Бір-біріне жалпы көп сипаттары келеді. Бірақ әнде мынау исти'ла, анау истифәлә сипаттарында айырмашылықтар жоқ емес бар. Сол сипаттарында айырмашылық көбірек болғандықтан, ләм мен роға қарағанда, ләм мен роның сипаттарында айырмашылық қатты көп емес, бірақ қаф пен кәфтің сипаттары өзара жақын, бірақ айырмашылық көбірек. Мынау исти'ла, мынау истифәлә, мынау мысал үшін итбақ, мынау инфитах, мынау мысал үшінге жахар, мынау хамс. Яғни, екеуінің арасында сипаттарында айырмашылық сәл көбірек. Сондықтан екеуінің идғам болу жағдайы екі түрлі. Идғам болу жағдайы екі түрлі. Қалай екі түрлі? Қазір мен айтам. Бірінші, толығымен идғам жасап жібереміз. Яғни қаф кәфтің ішіне кіріп, қаф жоқ секілді болады. Әлем нахлуккум. Шәддәлі кәф болып кетеді. Қаф қалмайды. Әлем нахлуккум болды. Байқадыңыздар ма? Әлем нахлуккум. Қаф жоқ болып кетеді, шәддәлі кәф болып кетеді. Қаф кәфтің ішіне толығымен еніп кетеді. Бұл бірінші жағдай. Яғни, екі жолмен толық, сосын екіншісі жартылай. Толықты мен қазір айттым. Толық идғам болғанда нахлуккум. Кәф толығымен шәддәлі болды. Ал енді жартылай қалай болады? Бәсәлтә деген естеріңізде ғой. Яғни тәнің ішіне кірді, бірақ толығымен енген жоқ, жартылай. Тоның қалқаласы кетті, жуандығы қалды. Бұл жерде де тура солай. Яғни ол кезде нұқсанды жартылай идғам болады. Әлем нахлуккум. Осылай болады. Нахлуккум. Қафтың қалқаласы кетеді, жуандығы қалады, осылайша жартылай идғам болады. Идғам ән-нақис дейді бұны. Идғам ән-нақис. Яғни оның қалқаласы кетіп, исти'лясы жуандығы қалады. Қалқала болмайды. Осылай идғам болады.
Міне сондықтан Құл Робби бәррафаахулла ол жерде бір ғана жолмен оқылады, толығымен ішіне еніп кетті ләм роның. Ал әлем нахлуқкум екі жолмен оқылады. Екеуі де дұрыс. Қайсысымен оқысаңыз да екеуі де дұрыс болып саналады. Түсіндіңіздер ме? Жартылай написаниесін жазбаса. Жартылай написаниесі, яғни қаф кәфтің ішіне толығымен енбейді, толығымен идғам болмайды, қалқаласы кетіп жуанды қалады. Менің оқыған үлгімді жаттап алыңыздар. Нахлуқкум осылай. Жуанды қалады. Нахлуқкум. Негізінде біз идғам болмаса бұлай оқуымыз керек еді. Нахлуқкум. Қалқаласын беріп, қафты жуан қылып оқуымыз керек еді. Бірақ жартылай идғам жасаған кезде қалқаланы алып тастаймыз да нахлуқкум осылай оқимыз. Ал толық идғам болғанда кәмил идғам, ол жерде қаф жоқ секілді болады да шаддәлі кәф. Әлем нахлуқкум осылай. Демек бізде нахлуқкум сөзі екі жолмен оқылады. Әрдайым қаперлеріңізде болсын. Қателік жоқ. Екеуі де дұрыс. Екеуі де дұрыс, ешқандай қателік жоқ. Идғам мутақарибайнға қатысты сұрақтар бар ма? Сұрақ жоқ. Сұрақты болмаса соңына түртіп отырыңыздар. Демек бізде идғамдардың барлығын бітірдік. Мутамасилайн, мутажанисайн, мутақарибайн. Енді бізде маңызды тақырыптардың бірі ол вақф вәл иптида. Әл-вақф вәл иптида. Вақф вәл иптида. Имам Али радиаллаху анху, пайғамбарымыздың сахабасы, сұралған уақытта не айтты? Тәжвид деген не дегенде? Тәжвидул хуруф ва ма'рифатул вуқуф деді. Яғни әріптерді мәнерлеп, әдемілеп, көркемдеп дыбыстау және қай жерде тоқтауды білу деді. Вақф және иптида. Осылай жазып қойыңыздар. Әл-вақфу вәл-иптида. Демек, Құранды оқыған кезде қай жерден тоқтаймыз, қай жерден бастаймыз, соны жақсы білу. Енді бұл мәселеде жалпы Құранның мағынасын білу үлкен рөл атқарады. Араб сөздерінің мағынасын білу үлкен рөл атқарады. Егер біз мағынасын білмейтін болсақ, бізде тоқтау белгілері бар Құранда. Сол барынша тоқтау белгілерін сақтау керек. Тоқтау белгілерін сақтай алмай қиналған кезде барынша осы мынау біз вақф иптида бойынша өтетін сабақтарды, берілетін бағыт-бағдарды басшылыққа алу керек. Барынша. Вақф деген ол тоқтау деген сөз. Иптида деген бастау деген сөз. Яғни қандай да бір сөзге қалай тоқтаймыз және қандай да бір сөзден қалай бастаймыз. Осы тоқтауға байланысты негізі бізде бір 2-3 терминдер бар. Вақф деген, сосын қата, сәкіт. Біріншісі әл-вақф, екіншісі әл-қата, үшіншісі әс-сәкт. Осы терминдерді түсініп алуымыз керек бірінші. Әл-вақф, әл-қата, әс-сәкт. Жазыңыздар ма? Вақф деген не? Вақф Құрандағы бір сөзге
ары қарай жалғастыру мақсатында, Құрандағы бір сөзге ары қарай жалғастыру мақсатында тыныс алу үшін тоқтау. Яғни сөздің соңына, сөздің ортасында уақыф болмайды. Яғни бір уақыф деген, сіз Құранның бір сөзіне ары қарай жалғастыру мақсатында, болдық, қырағатты, тилауатты тоқтату емес, ары қарай жалғастыру мақсатында тыныс алу үшін тоқтайсыз. Мысалы, Әлхамдулиллахи Раббил Аламин, Ар-Рахманир Рахим. Әл-Аламин дегенде мен не істедім? Тыныс алу үшін тоқтадым да, ары қарай келесі аятқа жалғастырдым. Уақыф осы. Құрандағы бір сөзге тыныс алу мақсатын, ары қарай жалғастыру мақсатында тыныс алу үшін тоқтау. Бұл бір. Енді әл-қата. Қата деген негізі кесу деген сөз. Кесу. Тилауатты, Құран оқуды тоқтату мақсатында Құран аяттарының бір сөзінің соңында тоқтау. Құран оқуды, яғни тилауатты тоқтату мақсатында Құран аяттарының сөзінің соңында тоқтау. Демек, уақыф ары қарай қырағатты жалғастыру мақсатында тыныс алу үшін тоқтайсың. Ал қатата сен толығымен тилауат тоқтату үшін тоқтайсың. Яғни Құран оқуды тоқтату үшін. Мысалы үшінге, Әлхамдулиллахи Раббил Аламин, Ар-Рахманир Рахим деп мен тоқтадым. Бірінші аятта тоқтағанымда мен жалғастыру мақсатында ол сөзге тоқтадым тыныс алу үшін. Ол уақыф болып есептеледі. Ар-Рахманир Рахим дегенімде мен болды. Қырағатты, тилауатты тоқтаттым, сол үшін ол сөзге тоқтадым. Ары қарай мен сіздерге түсіндіріп жатырмын. Басқа шаруамен айналысайын деп жатырмын. Демек, ол қата. Яғни қата деген толығымен қырағатты, тилауатты тоқтату мақсатында сөздің соңына тоқтау. Ал енді сәкіт. Сәкіт. Алдында айтқанбыз, бірақ енді мен түсіндіріп кетейін. Сәкіт. Бұл енді біздің тәжвид курсымыз бойынша ең соңғы тақырып. Ең соңғы тақырып. Осымен тоқтаймыз өзі, иншалла. Осы уақыфтың түрлерін бәрін түсіндіреміз, сонымен тоқтаймыз. Сәкіт. Яғни, Құран оқуды ары қарай жалғастыру мақсатында тыныс алмай сәл кідіру. Осы. Кідіру. Бұл тоқтау емес, кідіру. Қазақшалап айтқанда. Сәкіт деген осы. Сәкәта деген негізі үндемей қалу деген сөз. Сәкәта тып-тыныш болып қалу деген сөз. Ал енді терминде, ғылымдағы, тәжвидтегі анықтамасы, біз қырағатты ары қарай жалғастыру мақсатында кідіреміз. Тыныс алмай. Уақыфта тыныс аламыз, а сәкітте тыныс алмаймыз. Уақила мән рақы. Мән рақы. Тып-тыныш болып қалды. Бірақ тыныс алмаймыз. Ары қарай жалғастыру мақсатында сәл кідіреміз де жалғастырып кетеміз. Сәкіт деген осы. Бұл енді біздің
вақф және иптида тақырыбына кейбір қатысты терминдер. Енді вақф жалпы ғұламалар 6 түрін атап өтеді вақфтың. 6 түрін. Біріншісі вақф ихтияри. Ихтияри. Екіншісі ихтибари. Үшінші интизари. Интизари. Төртінші иттирари. Бір жазып аласыздар, сосын біртіндеп өтеміз. Рари. Тұра берсін. Иттирари. Бесінші таассуфи. Таассуфи. Алтыншы мұрақаба. Кішкене ысыды, я. Мұрақабати. Жазып алыңыздар. Осы вақфтың түрлері. 6 түрі бар вақфтың. Осын жазып боласыздар, сосын ең бірінші біз вақф ихтияри өтеміз. Вақф ихтияри. Ихтияри деген ихтияр, ерік, адамның ихтияры. Яғни ол қаридың ешқандай сыртқы бір қажеттіліксіз өз еркімен тоқтауы. Жазыңыздар. Вақф ихтияри. Ихтияри дегенді қалдырда, қалған бар нөшіреш, әйке. Яғни қаридың ешбір сыртқы қажеттіліксіз өз еркімен тоқтауы. Өз еркімен таңдайды оны. Оны бір мәжбүрлеген жоқ еш нәрсе. Сырттан ешқандай фактор әсер еткен жоқ. Осы ихтияри. Вақф ихтияриді айттым. Демек, жалпы мағынасы осылай. Ихтияри. Вақф ихтияри бізде 4-ке бөлінеді. Біріншісі әттәм. Біріншісі вақф ихтияри, мен жаңа айттым. Қари ешбір сыртқы факторсыз өзі еркімен тоқтайды. Ол еш нәрсеге мәжбүр болған жоқ. Дәрет қыстап қалған жоқ, немесе землетрясение болып кеткен жоқ. Болмаса біреу келіп маңдайына тапанша тақаған жоқ. Болмаса бір ауруға ұшырап қалған жоқ, есінен танып қалған жоқ. Өз еркімен, қалауымен тоқтады. Осы вақф ихтияри. Вақф ихтияри бізде 4 түрлі болады. Біріншісі тәм. Тәм деген, яғни толық, тамам деген сөз. Яғни тамам деп айтады ғой? Түрікше. Тамам деген ол не ол? Бітті деген сөз. Яғни ақысының барлығы берілді деген сөз. Солай ма? Вақфы тәм жазыңыздар. Ол қандай вақф? Яғни бір сөзге тоқтағанда ол сөз, яғни өзінен кейін мағына жағынан да, сөз жағынан да ешқандай байланыспайтын сөзге тоқтау. Мағына жағынан да, сөз жағынан да өзінен кейінгі сөзбен байланыспайды. Сол сөзге тоқтау. Түсіндіңіздер ме? Марат, бүгін,
мектепке барды, мектепте ол физика пәнінен сабақ тапсырды, физикадан 5 алды дейміз да, қайрат тауға қарай кетіп баратыр дейміз. Демек, физика пәнінен 5 алды деген жерде бітті. Сол жерге, сол сөз қайрат тауға қарай кетіп баратыр деген сөзге ешқандай қатысы жоқ. Мысалы, улаика хумул муфлихун деп момын мұсылмандарды мақтайды да, сосын арғата кәпірлер туралы кетеді. Инналлазина кафару сауаун алейхим. Момын мұсылмандар жөнінде аят бітті. Сол жерге тоқтаймыз. Сосын кәпірлер жөнінде әңгіме басталады. Демек, сол момын мұсылмандар жөнінде бітетін ең соңғы сөзге қашан тоқтаймыз? Сол сөзге тоқтауымыз біздің вақфу тәм. Тамам вақф деген сөз. Ең керемет вақф сол. Оны өзінен кейін сөзбен негізі байланыстырмаған дұрыс. Тоқтап барып, сосын келесі сөзді бастасақ, ол керемет болады. Сол ақысы берілген вақф болады ол. Вақф тәм. Түсіндіңіздер ме? Тоқтаған абзал. Бұл осы. Қысқаша. Арабша білу керек. Арабша білу өте маңызды. Арабша білмесек, қалай қайтеміз? Арабша білмесек, білмегендерге белгілер қойылған. Джим деген белгі бар, мим деген белгі бар Құранда. Қили деген белгі бар. Олар туралы айттым айтқан жоқпын мен. Олар туралы бір айтам. Осы уақыптың соңында бір Құрандағы терминдерге бір тоқталып өтеміз. Сили. Ол осы уақыт тақырыбының соңында есіме салыңыздар, Құрандағы ол терминдерге бір тоқталамыз. Жарай ма? Арнайы жазып тұрып. Уақытты бітірейік сосын, иншалла. Енді екіншісі әл-кафи. Әл-кафи деген жеткілікті деген сөз. Тікелей мағынасы. Жеткілікті уақыт. Яғни, өзінен кейін сөз тұрғысынан емес, мағына жағынан байланысы бар сөзге тоқтау кәфи уақыт болып есептеледі. Сөз тұрғысынан емес, яғни грамматикалық тұрғыдан емес, сөз тұрғысынан емес, мағына тұрғысынан байланысты. Сөз тұрғысынан байланысты емес. Мысалы, қызыл мәшине. Қызыл мәшине мынау сын есім, мынаусы зат есім, дұрыс па? Екеуінің арасында байланыс бар. Дұрыс па? Егер біз қызыл десек, түсініксіз болып қалады. Мәшине десек, тағы да түсініксіз болып қалады. Екеуін ажыратсақ, түсініксіз болып қалады. Мен сөз тұрғысынан байланыс жоқ дегенім осы. Түсіндіңдер ме? Сөз тұрғысынан бар, бірақ мағына тұрғысынан байланысы бар. Мысалын келтірем. Яғни, сөз тұрғысынан емес, мағына тұрғысынан байланысы бар сөзге тоқтау, ол жеткілікті уақыт болып есептеледі. Там емес ол, жеткілікті. Мағына тұрғысынан байланысы бар. Мен түсіндірем оны. Бақара сүресінің алғашқы 5 аятын білеміз ғой бәрімізде. Алла Тағала не дейді? وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Дұрыс па? Кімдер туралы айтып жатыр? Муминдар туралы айтып жатыр. Олар ғайыпқа сенеді, сосын намазды оқиды, одан кейін өздерінің рызқынан Алла жолына жаратады. Одан кейін осы жерге тоқтадық біз. Одан кейін аят не туралы? وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Олар сондай саған түсіргенге, сенен алдыңғы түскен кітаптарға иман келтіреді деп, әлі момын мұсылман туралы айтып жатыр. Муминдар туралы, дұрыс па? Муминдар туралы мағына бір-бірімен байланысты. Бірақ сөз тұрғыдан байланыс емес. Қызыл мәшине деген секілді байланыста емес. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан біз «Вамимма розақнахум юнфиқун» деген жерге тоқтадық та,
Уәлләзина бима юъминуна бима унзила деп арғата бастадық па, осы жердегі тоқтауымыз біздің кәфи. Мағына жағынан бір-біріне байланысы бар, момын мұсылмандар туралы айтылып жатыр, бірақ грамматикалық сөз тұрғысынан сөйлем бітіп тұр нормально. Мағына біз сөзді қызыл мәшіне дегенде қызылды былай, мәшінені былай бөлген секілді бөліп тастаған жоқпыз. Түсіндіңіздер ғой? Түсіндіңіздер ме? Солай. Бұл вақф әл-кәфи, жеткілікті вақф. Енді вақф әл-хасан, үшінші. Қараңыздар. Өзінен кейінгі сөзбен, хасан деген жақсы деген сөз жалпы. Ешқандай ұсқынсыз жаман вақф емес. Өзінен кейінгі сөзге мағына тұрғысынан да, сөз тұрғысынан да байланысы бар. Өзінен кейінгі сөзге мағына тұрғысынан да, сөзбен сөз тұрғысынан да байланысы бар. Алайда толық дұрыс мағына өзі беретін сөзге тоқтау. Алайда толық өзі дұрыс мағына беретін сөзге тоқтау. Өзі, жалғыз өзі тұрып. Ол жерден тоқтасақ, толық мағына, дұрыс мағына беріп тұр. Бірақ өзінен кейінгі сөзбен байланысты ол. Өзінен кейінгі сөзбен мағына тұрғысынан да, сөз тұрғысынан да байланысты. Мен қазір мысалды жазайын сразу. Мысалы қараңыздар. Өзінен кейінгі сөзбен мағына тұрғысынан да, сөз тұрғысынан да байланысады. Алайда өзі толық дұрыс мағына береді. Сондай сөзге тоқтау, ол вақф әл-хасан. Жақсы вақф. Жақсы тоқтау. Мысалы, қараңыздар. Әлхамдулиллах деп тоқтадық. Сосын одан кейін Раббил аламин. Рабби лиллахиге не? Бәдәл. Лиллахи Раббил аламин. Немесе сифа болып. Яғни бұл мынау Алла, яғни әлемдердің Раббысы болған Алла деп сын есім секілді мағынасы бар. Біріншіден. Яғни сөз грамматика тұрғысынан да, мағына тұрғысынан да мынау Раббил аламин, әлемдердің Раббысы деген сөзге байланысы бар. Бірақ әлхамдулиллах деп тоқтайтын болсақ, мағына беріп тұр. Аллаға шүкір. Осы сөзге тоқтау мысал үшінге. Бұл вақф хасан. Түсіндіңіздер ме? Яғни өзінен кейінгі сөзбен лилля, мысал, мен мысалды айтып атым. Грамматикалық тұрғыдан да, мағына тұрғысынан да байланысы бар. Сөз тұрғысынан да, мағына тұрғысынан да байланысы бар. Алайда өзі тоқтайтын болсақ, дұрыс толық мағына береді. Сондай сөзге тоқтау хасан. Әлхамдулиллах дегенде Аллаға мақтаулар, хамд сана болсын, шүкір болсын деп тұрмыз. Мағына толық. Бірақ мыналармен байланысты ол ар жағына. Мына лилля сөзі мынамен байланысы жоқ емес, байланысы бар. Екі жақтан да, мағына тұрғысынан да, сөз тұрғысынан да. Сондықтан лилля сөзіне тоқтау ол хасан вақф болып есептеледі. Жақсы вақф. Ол қате вақф емес. Бірақ әлхамдулиллах деп тоқтағаннан кейін бәрібір әлхамдулиллахи раббил аламин деп қайтарып оқып қосып оқу керек. Лиллах деген сөзге ол вақф жасаған жерді қайтарып оқымаса болады деген әңгіме емес. Жалпы біз қай сөзге тоқтауға болады. Қайтып айналып оқысаң да, немесе сол аяттың соңы болып тоқтап, келесі аятты жалғастырып оқысаң да, ол айырмашылық жоқ. Қалай тоқтауға болады, соны айтып жатырмыз қазір.
тоқтамасаң да болады. Біреу тоқтап атса, ол жаман уақыф емес. Біреу әлхамдулиллах деді. Айтқысы келді осылай. Сөйтті де әлхамдулиллахи роббил аламин деп қайталап оқыды. Или әлхамдулиллах деді. Лиллахи роббил аламин деп қосып оқыды. Оның да ешқандай оқасы жоқ. Ау. Анау сөз Бақаранда басын аяттарында кейбіреулер қайдалар заликал китаб деп тоқтатты, кейін қайтадан басына жетті. Иә, ол да солай. Тура солай. Вақф хасан. Заликал китабу ла райба фих. Заликал китаб, ол кітап. Мағына бар. Ла райба фихи қосымша мағына. Ол қатысы бар мағына. Айтылған. Бұл кітап дегенге қосымша мағына беретін сөз, сөйлем. Ол қатысты. Тура солай. Мынау секілді мысалы. Енді қараңыздар. Төртінші вақф әл-қабих. Қабих деген не? Қабих деген осқынсыз, жаман деген сөз. Қабих. Әл-қабих, яғни осқынсыз, жаман уақыф. Бұның барлығы адам өз еркімен тоқтайтын уақыфтары. Өз еркімен. Еркінен тыс емес, естеріңізде болсын. Өз еркімен тоқтап жатыр оның бәріне. Ixtiyari. Біз өз еркімен болған уақыфтың түрлерін талдап жатырмыз. Осымен қазір аяқтаймыз иншалла. Сосын келесі аптада басқа уақыфтарға көшеміз. Жаман, ұсқынсыз деген сөз. Ұсқынсыз, жаман. Енді тыңдаңыздар, жазыңыздар. Өзінен кейінгі сөзбен сөздік тұрғысынан да, мағына тұрғысынан да байланысты. Өзінен кейінгі сөзбен сөз тұрғысынан да, мағына тұрғысынан да байланысты. Өзі толық мағына бермейтін сөзге тоқтау қабих уақыф. Өзі толық мағына бермейтін сөзге тоқтау уақыф қабих. Ол сөзге тоқтады, не мағына толық беріп тұрған жоқ. Және өзінен кейінгі сөзбен грамматикалық тұрғынан да, яғни лингвистикалық жағынан да, және мағына тұрғысынан да байланысы бар. Не өзі жаңағыдай әлхамдулиллах деген секілді дұрыс мағынаны да беріп тұрған жоқ. Сондай сөзге тоқтау ол жаман уақыф. Ол қалай? Мысалы, осы мысал жаза қояйын. Малики яумиддин. Қараңыздар. Малики яумиддин. Біреу келді да Малик деп тоқтады. Мағынасы не Малики яумиддиннің? Малики яумиддиннің мағынасы не? Ау? Қиямет күннің иесі. Есеп қысап күннің иесі деген сөз. Малик деген ие деген сөз. Яумиддин есеп қысап күні деген сөз. Дұрыс па? Қиямет күні деген сөз. Демек, біз Малик десек мағына бере ма? Бір нормально біз қанағаттанатын бір мағына шыға ма? Ие. Ненің иесі? Мысал үшінге, ол ие деп біреуді айта салдық мысал. Есім білмеді? Асылжанды айттық. Асылжан ие. Ненің иесі мысал? Ол толық мағына бермейді ғой. Асылжан осы үйдің иесі. Асылжан мысалы осындай джип машиненің иесі. Асылжан Құранның иесі мысалда деген секілді. Ол мағына береді. Мына жерге біреу Малик деп тоқтайтын болса, ол қабих уақыф.
олай тоқтауға болмайды. Мағына жоқ ол жерде. Ал малики яумиддин деп тоқтаса, өзі мағына бар. Дұрыс, мағына шықты. Ол жерде вақф кәфи. Жоқ, вақф кәфи емес, керек болса вақф тәм. Себебі ияка нағбуду ол басқа мағына кетеді. Саған құлшылық етеміз. Малики яумиддин, ияка нағбуду. Бұл жерде Алла Тағала сипаттап біттік. Сосын арқата саған құлшылық, саған ғана құлшылық жасаймыз деген әңгімені бастаймыз. Сондықтан мағына тұрғысынан тамам болып тұр. Жалпы вақф ихтияриге қатысты вақфтардың түрлері осылар. Вақф тәм, вақф кәфи, вақф хасан, вақф әл-қабих. 6 түрі бар. Төртеу. Ол жалпылама вақф 6 түр. Вақф ихтияридің 4 түрі бар. Енді келесіде Құдай қаласа вақф бізде ихтибари. Соны айтамыз. Негізі ең негізгі вақфтар осы ихтияри ғой. Ихтибари, интизари, иттирари бұлардың барлығы қысқа-қысқа. Ихтияридің осылай 4 түрі бар. Жоқ, желательно емес, тоқтамау керек олай. Ол дұрыс емес ол. Жоқ. Жақсы, Алла Тағала пайдалы білімдеріңізді арттырсын иншалла. Құранды мәнерлеп оқуды баршамызға нәсіп етсін. Субханака бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирук ва натубу илейк.